Баршаға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай кардиганның жеңін резина түрінде тоқылу тәсілмен бөлісетін боламын. Осындай резина түрінде, ал кардиганның өзін тоқылуы мен описанияға ссылкасын қойып қоятын боламын. Сол жерге қарап тоқысаңыздар болады. Ешқандай қиыны жоқ, оңай. Алғашқыда біздің жеңіміз осындай болып тұрады. Оң, теріс, екі оң, екі теріс болып. Соларды осылай бір-біріне осылай тоқу, кигізу арқылы біз бұл қатарда осы петляларымызды жауып тастаймыз. Осылай тоқу әдісімен осылай бір-біріне кіргізіп, кигізіп осылай тоқимыз. Барлығын айналдырып тоқып шығамыз. Міне мен тоқып біттім. Енді осы жерде мынау біздің бағанағы ең алғашқы бастаған жерім. Осы жерден бастап мен бір-біріне қосып тоқыған болатынмын, біріктіріп. Енді осы петляның өзінен аламыз. Сыртқы, ішкі стена демейміз. Екеуінен бір-ақ алып тоқимыз. Мен мынау жаңа аяқталған соңғы петлям бар ғой, содан алып тоқимын. Ар жағында жалғастырып тоқитын жіптен алмаймын. Жаңағы ең соңғы келіп тоқталған жіп бар ғой, петля бар ғой, содан тоқимын. Осылай үстіне қарай кіргіздім. Енді ары қарай мынау жалғастырып тоқитын жіптеріміз бар ғой, соны сол жақтан петляларымызды алып, әр косичкаға осылай кіріп шығамыз. Әр косичканы осылай кіргізіп аламыз. Астынан, міне мен астынан шығарып жатырмын үстіне қарай. Осындай әдіспен барлық қатарды айналдырып тоқимыз. Сосын тағы бір айтатын нәрсе, мынау менде қазір жеңімді оң жағын қойып-қойыппын, сыртқы жағын, яғни ішіндегі теріс емес, сыртқы жағын оң жағына қаратып қойып өзім тоқып жатырмын. Теріс емес, оң жағын қаратып қойып тоқып жатырмын. Осылай барлық косичкамызды, осылай петляларды кіргізіп шығамыз аяғына дейін. Міне осылай бір-бірден тоқып шықтым әрқайсысын. Сосын мына жерде бізде соңғы петля қалады. Бұл жерге біз маркермен осылай іліп қоямыз. Ұмытып қалмас үшін мен басында көрсетуім керек болған еді. Енді кеш болса да айтып қояйын. Осылай басынан бастап петляны кіргізген кезінде, қайырып кіргізген кезде содан бастап тоқисыздар. Енді ары қарай осылай петляларымызды тағы да кіргізіп бір-біріне бұл қатарды осылай жабамыз. Әр қайсысын осылай жауып шығамыз. Бір-біріне кигізу арқылы бұл қатарда осылай жабамыз. Міне мен аяқ жағына келіп қалдым. Осылай кіргіздім. Енді мынау тұрған жерге кіремін. Жалғастырушы петлядан алып тоқимын. Сосын барып осылай бір-біріне жалғастырамын. Сонымен мына жерде менде бір жіп қалды. И жаңағы жерге қайтадан мен осылай маркер қойып қойдым. Енді келесі қатарымызда бізде кішкене жеңімізді кеңдеу етеміз. Прибавка болады. Мынау осылай тұрады. Мына жақтан қазір біз жалғастырушы петлядан бір петля алып кіреміз. Осылай кіреміз. Бұл бізде прибавка болады. Сосын барып қосамыз ар жағындағы петляға. Енді бұл жерде біз бұл қатарды да тоже алдыңғы қатардағыдай әр бір косичкаға осылай кіріп шығамыз. Алдыңғы қатардағыдай астынан ішіне кіріп, астынан кіріп, үстіне қарай шығарып, осылай жүргіземіз.
Бірінші қатарда менде прибавка болмады. Екінші қатарында прибавка болды. Прибавка жаңа мен сіздерге көрсеттім. Жалғастырушы петлядан алып тоқимыз. Міне мен аяқтайын деп келіп қалдым. Енді мына жерде тағы да бір петля бар екен, соған кіремін. Бір косичка қалған екен, соған кіремін. Енді мыналарды қосып бастаймыз. Мынау тұрған, бірінші мынау тұрған осы косичкадан бастап алып тоқимыз. Арт жағыңызды қарап қойыңыздар, қалып қалған жоқ па? Егер дұрыс алмаған болсаңыздар, қалып қалады. Осындай әдіспен тоқимыз. Бәрін осылай бір-біріне кіргізу арқылы бұл қатарда да осы петляларымызды осылай жауып шығамыз. Міне мен аяқтаулыға келіп қалдым. Мынау маркерімді алдым. Сол жерге петлямды кіргізіп, осылай кіргізіп, сосын арт жағындағы мынау петля екеуін бір-біріне кіргізіп, осылай жауып тоқимын да, одан кейін маркермен қойып қоямын. Енді ары қарай тағы да әрбір косичканы осылай артынан, астынан үстіне қарай кіргізу арқылы тағы да бұл қатарда осындай әдіспен тоқимыз. Міне мен келіп қалдым аяқталуға. Соңғы мынау петляға кіремін. Сосын мынау петляларды жауып шығамын. Бір-біріне кигізу арқылы. Қайтадан жауып шығамын, бір-біріне кигіземін. Міне мен келіп қалдым. Жауып біттім барлық қатарды. Енді мына жердегі маркерді аламын. Сол маркердің ішіне жалғастырып тоқитын петлядан емес, мына мен жаңа соңғы петля шықты ғой менде, бір-біріне кигізгенде. Сол петляны аламын. Бізде уже бұл убавка болады. Енді ары қарай қалған косичкаларды жалғастырып тоқитын жіптен алып, соның петляларынан алып, астынан үстіне қарай кіргізіп тоқи беремін. Бізде бұл уже убавка болады. Қысқартып жатырмыз. Біз кішкене тарылтып жатырмыз. Бізде 2 қатар прибавка, одан кейін 3-ші қатар убавка, сосын тағы да 2 қатар прибавка, одан кейін 3-ші қатары убавка. Сондай әдіспен тоқимыз. Сонда біздің жеңіміз жаңағы резина түрінде кішкене кең емес, қатты бір бос емес, әдемі мынандай жинақы түрде болады. Енді осындай әдіспен барлық қатарымызды осылай астынан үстіне қарай кіргізу арқылы тоқимыз. Өзімізге керекті размерге дейін тоқимыз. Жаңа дәл мен айтқандай 2 қатар прибавка, 3-ші қатар убавка, 2 қатар прибавка, 3-ші қатар убавка. Өзіңіз қалаған қатарға дейін тоқимыз ары қарай. Мінекей қыздар, бізде осындай әдемі резина түрінде жеңіміз шығады дайын болып. Бұл жең резина түрінде Alize Puffy Fine жіптермен тоқыған кезінде осындай әдіспен тоқимыз резина түрінде. Ал барлықтарыңызға көп рахмет. Мен Instagram парақшама жазылып қойыңыздар, YouTube каналыма да тіркеліп қойыңыздар. Алда көптеген пайдалы керемет мастер-класстар болады. Сіздерге сәттілік тіледім. Рахмет.